Сәлем достар, бүгін біз сіздермен голубцы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге болгарский, помидор, пияз, картоп және күріш қажет. Картопын жақсылап осылай жуып, турап аламыз. Мен май қоспай, майға қуырмай, қайнаған суға барлығын салып пісірдім. Алдымен картопымызды, сәбізімізді және де помидорымызды жақсылап жуып, осылай турап, қайнап тұрған кастрөлге салып қайнатамыз. Одан кейін фаршымызға осылай пиязды жақсылап төрт бұрышты етіп турап, фарштың үстіне саламыз. Пиязымызды салып болғаннан кейін үстіне күрішімізді саламыз. Содан кейін дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш пен тұз салып жақсылап араластырдым. Осылай тазаланған болгарскийдің ішіне фарштарымызды нығыздап салып шығамыз. Содан кейін кастрөлге жаймендеп салып, бетін жауып 40 минутқа қайнатамыз. Өте дәмді голубцы шығады. Жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.